Сәлем достар, бүгін біз сіздермен 4 қана ингредиенттен тұратын кабачкиден запеканка пісіреміз. Кабачкиімізді жақсылап жуып алып, осылай дөңгелек қылып тураймыз. Пісіретін ыдысымызды сұйық маймен майлап, кабачкиімізді жақсылап ретімен тізіп шығамыз. Алдын ала жуған укропты осылай жақсылап ұсақ етіп турап аламыз. Және оны 2 қасық қаймаққа араластырып аламыз. Яғни сметанаға жақсылап араластырып аламыз. Кабачкиімізді сәл тұздап, укроп араласқан сметанамызды жақсылап жағып шығамыз. Мен ыдысым сәл кішілеу болғандықтан мен бәрін өстіп бірінің үстіне бірін қойып жатырмын. Егер сіздердің протеиндарыңыз үлкен болса, бір-бірлеп, жекелеп пісірсеңіздер болады. Әдемі болып шығады. Бір-бірлеп, жекелеп пісірсеңіздер. Мен қалған кабачкиім артылып қалмасын деп, өстіп бәрін бірінің үстіне бірін қойып пісіріп, тізіп, жағып шықтым. Алдын ала күштен өткізген ірімшігімізді сеуіп аламыз. Негізі қатты твердый сыр болғаны жақсы, бірақ менде осындай жұмсақ сыр болды үйде. Бәрін жақсылап сеуіп алған соң 180 градуста, алдын ала 180 градуста қыздырылған пешке саламыз, духовкаға, яғни 20-25 минутқа қоямыз. Запеканкамыз дайын болды. Жеке-жеке пісірсеңіздер, негізі түрі формасы әдемі болып шығады. А мен осылай пісірдім. Негізі қалай пісірсеңіздер өте дәмді. Өте сондай жеңіл, пайдалы ас. Көріп тамашалағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.